алейкум. Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі әңгімем аңдар туралы және кішкентай қоянды құтқарған сәтім туралы айтып бергім келеді. Негізі біздің елімізде, Қазақстанда біз аңды көрсек артынан қалмай, қолдан келгенше аулап алғымыз келеді, болмаса таспен ұрып өлтіргіміз келеді. Ондай талай оқиғаны оқып жатқан шығарсыздар. Біздің қандастарымыз түйленді соғып ұрып өлтірді ме, әртүрлі сондай жағдайлар болса, сол туралы жазатын екен. Бізді надан деп айтайды, білмеймін деген ондай екен. Бірақ біз ауылда жүргенде де, аң көрсек, соның артынан қалмай жүгіріп, ол біздің құтылып кетсе жақсы. Бірақ құтыла алмаса, соны ұстап, өлтіріп, терісін алып, болмаса етін жеп, болмаса әшейін өлтіре салатынбыз. Оның барлығы яғни дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі егер қарның аш болмаса, жейтін тамағың бар болса, оны өлтіріп не қажеті бар деймін да. Болмаса оның терісіне сен бас киім, болмаса киім тікпесең, оны өлтіру қажет жоқ деп ойлаймын. Соның Америкада баяғыда ондай нәрсені түсінген, қалыптасқан бір нәрсе бар. Олар аңдарға тиіспейді. Тек қана аң аулайтын жерлер бар. Аңға шығатын сондай жерлерге рұқсат беріледі. Қалған жерлерде жануарларға тиісуге болмайды. Тыйым салынған қатаң заң бар. Сөйтіп мен тұрып жатқан жерде, Санта-Кларитада төңіректе қояндар көп, жылан бар, құстар бар, жапалақтар, әртүрлі аңдар бар, құстар бар. Соның барлығы әрине мемлекетпен қорғаулы. Соны мынандай қызық болды. Мен күнде кешке сағат сол 8-дерде 3-4 шақырым жерге өзім жүріп, болмаса жүгіріп келемін күнде кешке. Күні бойы үйде отырып, компьютердің алдында шаршайсың. Соны бір күні кешке шықсам, қас қарайғанда қарасам, қояндар негізі ұстатпайды. Жергілікті қояндар сен көрсе қашып кете береді. Бірақ жақындайсың бір 10-20 метрден, сені көрсе бірде сен қаша қоймайды. Жақындай бастағаннан кейін олар қаша қоймайды. Бір күні қарасам, кешке қас қарайғанда бір қоян отырдан жерде сөйтіп жайлап артынан келсем, қимылдамайды. Әбден қасына 1-2 метр жерге келіп, әлі қимылдамайды. Сөйтіп не болды екен деп қарасам, сөйтсем аяғы сынып, сөйтіп құмырсқалар талап жатыр екен. Сөйтіп не істерін білмеймін, сөйтіп интернеттен іздемеймін ба, клиникалар, бұларды қорғайтын ұйымдарды. Сөйтіп оқысам, айтады, осындай аңды табатын болсаңыз, қандай түрі болса да, сол аңды коробкаға салып, ешнәрсе су бермейсіз, ешнәрсе бермейсіз, соны емдейтін жеріне апарып тастаңыз деген инструкция бар. Сөйтіп менің үйімнен 40 минут жерде болса да клиника оларды емдейтін. Амал жоқ, сол коробканың алдында сол қоянды соған салдық та, сөйтіп 2 қолым бар, 2 қолымызбен бірге апарып соны емдеуге апардық. Оларды не үшін алған? Оларға қызық болды, балаларға. Бірақ бір жағынан мейірімділікке үйретейін деген ғой. Қажет жоқ болса, ол аңдарды өлтіру қажет жоқ, мысалы. Өйткені біздің дінде де пайғамбарымыз өте қатаң ұрысқан, бостан бос жануарды өлтіруге болмайды деп. Және мынандай хадис бар, мен естігенімше, жезөкше жаны ашып, бір итке су берген үшін тозақтан құтылып кетеді деген хадис бар. Яғни соның барлығы неге үйретеді? Яғни жануарларға, бүкіл өсімдікке жанашырлықпен, қорғаушылықпен қарау керек та. Соны енді тәжірибемнен сол нәрсені өткіздім. Қазақстанда ешқашан бұл нәрсені жасамайсың, бірақ мына жақта өзінің осы жергілікті мәдениеті сондай. Білмеймін, бірдестен американдық болып кеттік па деп күлдім өз-өзіме. Қазақстанда болса қоянды өлтіріп, етін жей саласың ғой, бірақ бұл жерде ондай болмайды. Ал көріңіздер. Америкада мынандай қояндарды мемлекет тегін емдейді. Соны қоянның аяғы сынып қапты. Соны Алла үшін жаным ашып, осыны қазір докторға апарам. Тәп-тәтті. Мына аңдарды құтқаратын жер, емдейтін жер. Енді иттерді де емдейді, бүкіл қандай жануарлар бар, суретін көріп тұрсыз ғой. 24 сағат емдейді екен. Надан қазақ болсам өлтіре салушы едім. Түйленді өлтірді ғой Ақтаудың жігіттері. Сол сияқты өлтіруім керек пе? Жоқ. Алла тағала бізге
мейірімді болсын деген барлық нәрсеге. Соны балаларыма сабақ болсын деп соны алып келдім осында. Аңды өлтіретін кез болады аңға шыққан кезде, бірақ әшейін күндерде аңды құтқаратын да кез болады. Ағайын, есте болсын. Пайғамбарымыз айтқан еді ғой. Бір проститутка әйел, проститутка, жезөкше жаны ашып бір итке су берген еді, сол үшін қиямет күні құтылып кетеді неден, оттан. Енді бізде сондай үмітпен қиямет күні бізге көмек болсын деп балаларымыз үшеуміз келіп, үш еркек кішкентай қоянды алып кеттік. Бірақ сондай тәтті ғой анау. Ал енді мына біздің ауылдағы қазақтар мені түсінбеуі мүмкін. Айдалаға 40 минут жол жүріп сол кішкентай қоянды құтқару үшін. Аяғы сынған екен байқұстың. Аяғы сынып жатқан еді. Құмырсқалар талап атқан еді. Жаным ашып кетті. Көз бақырайып жатыр. Сон баламыз екеуміз, екі балам бар, сол үшеуміз 40 минут жол жүріп осында алып келдік. Қабылдады, болды енді қазір. Көрдіңіз бе, аңдардың несі? Суреттері тұр сол. Қоянды алып келдік осында. Қоянның баласы ма әйтеуір кішкентай. Сол, мінеке көрдіңіздер ме қандай жағдай жасаған аңдарына дейін Америкада. Міне түнделетіп осында келдік.